Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге салық режимдерін түсіндіретін боламын. ИП-лар, ТО-лар жаңадан ашылып құрылған кезде өздерінің қай салық режимін таңдау керек? Ол салық режимдерінде қандай отчеттар тапсырылады, қандай төлемдер төленеді, соны білуі керек, қай уақытта төлену керек, сол жайлы толыққанды сұраныс бойынша мен түсіндіргелі отырмын. Менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Бұдан да басқа пайдалы ақпараттармен көптеп бөлісіп отырмын қазіргі таңда. Енді салық режимдері бұл екіге бөлінеді. Арнайы салық режимі және жалпы салық режимі. Соның ішінде бүгін арнайы салық режимін түсіндіретін боламын. Арнайы салық режиміне патент кіреді. Оңайлатылған декларация, яғни упрощенка деп халық аузында осылай аталып кеткен. Қазіргі таңда ИП-лар, ТО-лар, упрощенный режимін таңдаймыз, жеңілдетілген режимді таңдаймыз деп көптеп ашып жатады. Енді арнайы салық режимінің ішінде патентті түсіндіріп отырсам, патент бұл алдын ала сатып алынады. Бұл салық кодексінің 683 бабына сәйкес жылдық табысы 3528 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек. 2023 жылы патент қолданатын кәсіпкерлер табысы 12.171.600 теңгеден аспау керек. Максималды табысы осы болу керек жылындағы. Патент белгілі бір қызмет түрін ғана атқара алады. Патент бұл жұмысшы ала алмайды, тек өзін ғана жұмыспен қамти алады және өзі үшін ғана салық отчетін тапсырады. Ол 911 салық формасын тапсыратын болады. Бухгалтерлік есеп тапсырудан босатылған. Салық салу объектісі бұл жарияланған табыс болып табылады. Сіз алдын ала өзіңіздің табатын табысыңызды жоспарлап, сол жоспарланған табыс бойынша сіз салық отчетін тапсырасыз және салық төлемдерін төлейтін боласыз. Сіз алдын ала жарияланған табысыңыздың 1%-ын мемлекетке төлейсіз және өзіңіз үшін салық төлемдерін төлейтін боласыз. Ол пенсионный, биылғы жылы пенсионный төлейсіз, және социальный отчисление, әлеуметтік аударым, медстраховка. Салық кезеңі бұл 30 күннен бастап 1 жылға дейін алдын ала сатып алуға болады. Сіздің өзіңіздің қаражатыңызға байланысты кемі 30 күн. Сіз 3 айға алдын ала патентті сатып алсаңыз болады, немесе 1 жылға сатып алып қойсаңыз болады. Алдын ала табысыңызды көрсетіп, пенсионныйларыңызды құйып, алдын ала отчетыңызды тапсырып қоюыңызға болады. Енді упрощенный режимді түсіндіретін боламын. Бұл ИП-лар оңайлатылған декларацияны таңдаған кезде, упрощенканы таңдаған кезде 910 салық формасын тапсыратын болады. Жұмысшылар саны 30-дан аспайды. Табысы 24.038 МРП-дан аспау керек. Жұмысшылар үшін жұмысшылардың табысынан салық төлемдері есептелмейді. Салық мөлшері нақты табыстың 3%-ның жартысы 1,5%. Биылғы жылы 2023 жылы ИПН төлеу керек. ИПН төлеуіміз керек мемлекетке. Қосымша осы пандемия кезінде жеңілдік берілді, сіздерге осы жеке табыс салығын төлемеуге болады деген. Енді осы биылғы жылдан бастап сіз әр жарты жылда жеке табыс салығын ИПН-ді төлейтін боласыздар. Отчетта көрсететін боласыздар. Міндетті зейнетақы жарнасы бойынша минималды 70 мың, максималды табысы 3.500.000. Осының 10%-ын төлейсіздер. Минималды 7 мың теңге, максималды 350 мың теңгеге дейін сіз пенсионный төлеуіңізге болады. Әлеуметтік аударым минималды 7 мың, максималды 17.150 теңге төлейсіз. Ал міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымына, мәмс аударымына 4.900 теңге төлейтін боласыз. Бұл салық упрощенныйдың өзінің уақыты болады тапсыратын салықтың отчеттың. Бұл жарты жылда бір рет тапсырылады. Бірінші кезеңі қаңтар айымен, 1 қаңтар мен
15 февраль арасында, ақпан арасында сіз салық отчетыңызды тапсырып қоюыңыз керек уақытылы. Екіншісі 1 шілдемен 15 август 15 тамыз аралығында отчетыңызды тапсырасыз. Яғни мен мына сіздерге айтып өткен төлемдер бар ғой, міндетті зейнетақы жарнасы бар, әлеуметтік аударым, мәмс бар. Осыларды сіз ай сайын уақытында, мысалы қаңтар айы үшін 25 ақпанға дейін төлеп қоюыңыз керек осы төлемдерді. Егер уақытылы төлей алмай, келесі айдан кешіктіріп, келесі айдың 25-нен кешіктіріп жатсаңыздар, сіздерге әр айдың төлемі үшін пеня жүретін болады. Ал ИПН бойынша, жеке табыс салығы бойынша, сіз жарты жылда текущий период деп өзіңіздің жеке табыс салығыңызды төлейтін боласыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, салық режимдері бойынша уақытылы төлей алмай жатсаңыздар, қандай шара қолдануға болады, қандай не істеу керек, қандай қадам жасайсыздар, сұрақтарыңызды қойып өтсеңіздер, мен жауап беретін боламын міндетті түрде. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ақпаратым сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Кәсіпкерлеріміздің табысы жоғарыла берсін, табысты бола беріңіздер, бай қуатты болыңыздар, сау болыңыздар.